Саламатсыздар менің YouTube көрермендерім. 28 шілде және 3 тамыз аралық қандай болмақ байқап көрейік. Дүйсенбі және сейсенбі біздің айымыз бикеш белгісінде тұратын болады. Бұл бүкіл адамдар осындай энергияда боламыз, тек бикештер емес. Жаңа тастайтын нәрсені тастау, өртейтінді өртеу, тазалық, ұқыптылық және барлық ісімізде, бұл құжатымызда болсын, үйімізді жөндеуімізде болсын, огородымызда болсын, тіпті махаббатымызда болсын, миымызда, телефонымыз бәрін ретке келтіру, шығыс кірісті есептеу, денсаулығымызбен айналысу, және бір сындар да естуіміз мүмкін басшымыздан немесе ата-анамыздан балаларымызға деген секілді. Әрі бір ақпараттарды ақындықпен, жазушылықпен айналысатын адамдар, немесе бухгалтериямен айналысатын адамдар, немесе бір қағазмен айналысатын адамдар, сіздердің де көп жаңағы ұйықтамай бір іс-әрекеттер, бір сараптау өте жоғары болады. Және спортпен айналысу, бимен айналысатын, соған баратын нағыз уақыттарыңыз, немесе жаңағы бір көптен бір жаттығуға бара алмай жүрген болсаңыз, спортпен айналысқыңыз келіп жүрсеңіз, осы күштерді пайдалансаңыздар болады. Немесе көптен жаңағы үйіңіздің бір жөндеу жұмысын бастап кетсеңіз болады. Әйтеуір бір мықтылық, күштілік, әрі бір салқын логика мықты. Осы 28 және 29. Әрі осы күндері біздің мына Венера, біздің нәзік сезіміз, әдемілікті сезіміз, әйтеуір біз жақсы көріп, өзімізді мәпелеуіміз, еркелеуіміз, бізге не ұнайды, міне соған Венера жауап береді. Осының бір иллюзияларға, қарама-қайшылықтар аспектісі бар. Бұл не бір күтіп атқан ақша қаражатымыз келмей қалуы мүмкін. Берем деген адам қарызын қайтармай қоюы мүмкін. Немесе бір дүниелер бөлісулері, және немесе бір алкогольді бір ішімдікте, соған қатысты бір оқиғалар, немесе бір дәрілер ішуде абай болыңыздар. Бұл әйтеуір бір сананың тұмандануы, немесе бір махаббатта бір түсініспеушіліктерді де алып келеді. Себебі өткен аптада болған Марс пен Венераның қарама-қайшылық аспектісі, ер азамат пен әйел ғаламшарының бірін-бірі естпеу, көрмеу аспектісі, кішкене келіспей қалушылықтар, кім күшті, кім мықты дегендей бір өзімізді бір көрсетуіміз. Бұл тек қана әйел мен ердің ортасында емес, бұл коллективте де болуы мүмкін, көрші ортасында да болуы мүмкін, ата мен бала ортасында болуы мүмкін. 29 шілде күні, сейсенбі күні бізде мына Уран жаңашылдық, бір өмірімізге бір жаңа лепті енгізу, немесе бір тосын жаңалықтар, бір звоноктар болу, немесе осы кезінде бір идеялар келуі мүмкін, бір нәрсені бір оқып білгіңіз келуі мүмкін, бір жаңашылдық, бір жаңа адамдармен танысуыңыз мүмкін, немесе бір адамдарға хабарласуыңыз мүмкін, немесе сізге бір тосын жаңалықтар келу. Осыны бірақ 9 тамызда алдымызда келатқан, ай толу болады. Сол кезеңде осыдан 5-6 есе осыны толықтай бір көресіздер. Бір осы кезеңде қазіргі бір ойыңызға келген идеяларды жүзеге асырасыз, немесе осы уақытта бір басталған бір істер толықтай бір көлемді түрде соған көзіңіз жетеді. Әйтеуір 9 тамызда ай толуында соны байқайтын боласыздар. Бір жаңашылдық, бір өзгерістерді. Енді 30 менен 1 тамызда айымыз таразға өтеді тағын. Енді жеңіл общение, ауа белгісіне айымыз өтеді. Енді біз адамдармен бірігу, сөйлесу, әңгімелесу, және қасымыздағы сүйген адамымызбен көп кездесулер, немесе жақсы бір эмоцияларды өткергенді қалаймыз. Әрі ауа белгісінде ай тұрған кезеңде біз мына оқып тоқуға, құжаттармен айналысуға, және бұл дипломатиялық белгі ғой таразы, бір өзгені ести аламыз, өзгенің бір жаңағы не ойлап тұрғанын бір білетін, соның бір жағдайына қарай кіре алатын, осы кезеңде бір достарыңыздан, немесе бір басшыларыңызбен егер бір нәрсені сұрағыңыз келсе, нағыз тиімді уақыт. Немесе сүйгеніңізбен бір қарым-қатынастарыңызда келіспей қалушылықтар болса, қайта татуласатын уақыт. Венера мен Сатурнның қарама-қайшылық аспектісі басталады. 1, 2, 3. Бұл не? Бұл мысалы бір үйіңізге кешігіп келетін балаңыз болуы мүмкін, қызыңыз болуы мүмкін, соны сынға алуыңыз мүмкін. Соған бір
ескертулер жасауыңыз мүмкін. Немесе бір коллективте, туыстар ортасында айта алмай жүрген нәрсеңізді айтатын. Әрі бір туған туысыңыздың бір ауырып қалуы деген секілді, немесе өзіңіздің бір басыңыздың сырқырауы, бір махаббатта бір салқындық, күтіп жатқан қаражат ақшаңыздың түспей қалуы, немесе шығам деген жағыңызға шыға алмай қалуыңыз, барам деген жағыңыздан бас тартуыңыз, және бір кішкене бір түсініспей қалушылықтарды да көрсетеді. Осы бірі, екісі, үш күн бойы осы жалғасады. Әйтеуір бір, немесе бір сізге бір төле деп бір шоттарыңыз жабылып қалуы мүмкін. Әйтеуір Венера сіздің өзіңізді бір жақсы сезінуіңізге бір кедергілер болады. 2 тамыз күні біздің жүйке жүйеміз өте бір шаршап тұрғандай болады. Мында жүгіреріміз білмейміз, мында жүгіреріміз білмейміз, немесе бір самолеттарға кешігіп қалу, пойыздарға кешігіп қалу, немесе бір жоспарымыздың істеймін деп отырған бір жоспарымыздан бас тарту, бағытымызды өзгерту, осындай аспекті бар таңда түске дейін. Ал кешкі 6-дан 10-ға дейінгі аралықта Юпитер қуаныш аспектісі бар. Күтіп жатқан адамымыз келеді, бір дастархан басында бір кездесу, той томалақ, немесе бір қаражат ақша түсу, сата алмай жүрген бір затымызды сату, немесе бір жағымды бір жаңалық келу, немесе құрдан құр бір көңіліміздің көтерілуі, балаларымызбен, достарымызбен бір уақыт өткізу деген секілді бір қуаныш, немесе бір қыдырып бір шығулар. Ал кешке таман қарай аспектісі бар. Бұл бір туған туысымыз болуы мүмкін, балаларымыз ата-ана ортасында, немесе әйел күйеу, қыз жігіт ортасында, кім күшті, кім мықты дегендей бір бір күмән қызғаныштар, немесе бір көре алмай қалушылықтар, немесе сіздің айтқаныңызды бір басқаша түсіну, бір келеңсіздіктер, бір өкпелеп, бір сөйлеспей қою деген секілді осындай аспект бар. Және 31 шілдеден бастап Венера біздің өзімізде бір дәмді асымыз болуы мүмкін, немесе бір әдемі киіміміз, жақсы көретін адамымыз, әйтеуір біз нені жақсы көреміз, бір дәмділіктер. Осы ғаламшар егіздер белгісінде 1 ай бой тұрды. Бұл дегеніміз тек егізге қатысты емес. Осы аралықта біз өте адамдармен общениеге, кездесулерге ашық болдық деген сөз. Немесе оқу, тоқуға, эрудиция, бір интеллектіміз өте тез қабылдайтын, соған жақсы болды. Енді шаяндар белгісіне өтеді. Бұл тағы да шаянға ғана қатысты емес, жалпы фонды түрде жалпы айтылып жатыр ғой бұл жерде ақпарат. Енді біз бір общение емес, немесе бір көп 1 ай бойы байқасаңыздар, егерде жас адамдар болсаңыздар, немесе өміріңізде бір махаббат адамдар, көп адамдармен таныстыңыздар, кездестіңіздер, немесе көп достар кездестірдіңіздер, бірақ қатты бір тереңдік емес, бір жеңіл общение, керемет эмоциялар. Ал енді керісінше шаяндар белгісіне өтеді, бір көпшілік емес, ең жаныма жақын адамдар, мені түсінетін адамдар, өте сезімталдылық, сол маңызды болады, сол дәмді болады енді. Осы 31 шілдеден 25 тамызға дейін, себебі Венера шаяндар белгісінде тұрады. Барлығымыз осы халде боламыз. Жылулық, сезімталдылық, бізді кім түсінеді, бізге кім бір жақсы, бір әдемі бір ауыз сөзін айтады. Сондай адамдарға ғашық боламыз, немесе бізге сондай бір өзімізді бір солай ұстасақ, бізге бір адамдар тартылатын болады. Сондықтан да әсіресе су белгілері, бір сезімтал, не болмаса да, әйтеуір ішкі эмоцияны сыртқа шығаратын адамдар бірінші көзге түсетін болады. Сол адамдарға ғашық болады адам. Балалармен уақыт өткізу, бір қамқорлықты көрсету, ата-анамызға қамқорлық көрсету, ауырып жатқан адамдарға қамқорлық көрсету, бір ауыз жылы сөз, немесе қасымыздағы сүйген адамымызға бір уақытымызды бөлу, осыны арнауымыз керек.
және су белгілері сіздерге көп ұсыныстар келеді. Бір халықтың алдына шығасыздар, немесе бір кеңістік әлем, туыстар, достар тарапынан сіздерге бір сүйеу, ақшалай сыйлықтар, бір әйтеуір ұсыныстарыңыз, және сіздер бір адамдарға өте бір сүйікті көрінесіздер. Сіздерге бір ұсыныстар, ақпараттар, немесе сізді бір шақырулар, әшейінде көрмей қалатын адамдар сіздерді көретін болады осы аралықта. Шаяндар, саршаяндар, балықтар, немесе су белгісінде көп ғаламшары бар адамдар. От белгісі болсаңыз да, ауа белгісі болсаңыз да, ол әрине жеке прогноз. Төменде көрсетіліп қойған WhatsApp нөмірі немесе профильде дәл осылай видеомен аласыздар. Өмірлік жолдарыңызға, немесе 2025 жылдың қалған айларына, немесе жасөспірім балдарыңызға, өмірлік жолына, кармасына, немесе мамандық таңдауына, немесе жұптық, әйел, күйеу, қыз, жігіт, бір-біріңізге сәйкестігіңізді, өмірлік жүріп өтетін жолдарыңызды анықтауға болады. 2 тамыз біздің түнде көп бір түстер көретін, немесе бір белгілер көретін уақытымыз. Тіпті 1, 2, 3 деп айтсам да болады. Немесе түнде бір дөңбекшіп ұйықтай алмауымыз мүмкін. 2 және 3 саршаян белгісінде айымыз тұр. Бұл тек саршаянға қатысты емес, бүкіл адамдар су белгісінде эмоция, өзгенің қаражатын, махаббатын жаулау, құштарлық, билікті аңсаймыз. Әрі бір тергеушілер секілдіміз, адамдардың шын кейпін, шын бізге дегене, мен сыйлай ма, мені құрметтей ме, міне қарым-қатынас, ақша, махаббат маңызды болады осы күндерде. Әрі бір қорқыныштарымызға қарсы тұрып, өзіміздің ішкі бір тылсымдарды бір меңгеретін кезеңдеріміз. Бұл аптада негізі дүйсенбі және жұма ең жаңағы көп оқиғалар келетін, сезімдер, эмоциялар. Ал енді жексенбі біздің айымыз мерген белгісін өтеді. Өмірге деген оптимистік көзқарас, от белгісі, сыртқы дүниені өзгерту. Нағыз мына от белгілері мен ауа белгілері сіздердің кезеңдеріңіз. Бүкіл адамдар осындай қалыпте боламыз. Тек мергендер ғана емес. Құрдан-құр көңіліміз көтеріңкі болады. Кеттік десе қыдыруға дайын тұрамыз. Сатып алулар жасайтын кезеңіміз. Той, томалақ, жанымыз мерекені қалайды. Әдемі бір заттарды сатып алғымыз келеді. Әдемі киімімізбен бір шыққымыз келеді. Секіріп көңіліміз көтеріңкі, балаларымызбен уақыт өткізгіміз келеді. Және мына дүйсенбі, сейсенбі 28 мен 29-ында біздің айымыз бикеште тұрып, өте ұқыптылық, тазалық, миымыздың сараптау өте жоғары болып, істерді бір тындырғымыз келіп, сондай болсақ, одан соң 30 менен 1-інде айымыз таразда болып, сүйгенімізбен, жақындарымызбен уақыт өткізу, общениеге бір жақын болсақ, енді 2 менен 3-інде айымыз саршаянда болып, өте бір сезімталдылық, бір адамдардың шын кейпін білу, манипуляция, күмән, қызғаныштар, соған бейім болсақ, ал енді жексенбі және келе жатқан дүйсенбі біздің айымыз мергенде болады. Нағыз жаймашуақ, бір көңілділік, бір қуаныш, осындай кезең басталады. Әрі таңнан бастап Меркурий қазір кері бұрылыста біздің миымызға, сараптауымызға жауап беретін Меркурий. Бұрынғы адамдар, бұрынғы сыныптастар, бұрынғы достар, бұрынғы махаббаттар, бұрынғы құжаттар, бітпей қалған істері, сонымен айналысатын уақыт 11 тамызға дейін. Бұл уақытта жаңа самолеттарға кешігу, кілтімізді ұмытып кету, немесе жаңа жүйке жүйемізде өте бір орында тұрмайтын, бір тез шаршап қалатын бір сондай уақытымыз, ұмытшақтық жоғары болады бұндай аралықта. Сондықтан да жаңағы бір кездесеміз деген адамдарымызға барып, ол адамдар келмей қалуы мүмкін осы күні. Шығамыз деген жағымызға бірден табан астынан шықпай қалуымыз мүмкін. Немесе бір құжатымызды бір жерде ұмытып кетуіміз мүмкін. Әйтеуір бір жоспарлар өзгереді. Қазір Меркурий кері бұрылыста дедім ғой, 11 тамызға дейін. Бұрынғы адамдарымыз оралады, бұрынғы махаббаттар оралады. Сондықтан одан да абай болыңыздар. Есігіңізді тоқылдатқан, немесе сіз бұрынғы адамдарыңызды бір аңсауыңыз мүмкін. Бұрынғы көрмеген достарыңыз, бұрынғы әулет адамдарыңыз, бұрынғы балаларыңыз, бұрынғы бір балалық шағыңызға оралғыңыз келуі мүмкін. Бұрынғы махаббатыңызға оралғыңыз келуі мүмкін. Немесе бір соны бір қандай екен қазіргі өмір деп соны бір білгіңіз келуі. Бірақ
ертең Меркурий қайта алға жылжығанда қайтадан сол оқиғаларды сол жерде түк болмағандай ары қарай қайтып жылжығыңыз келуі мүмкін. Сондықтан бұрынғы адамдар оралғанда барлығы сіздің өміріңізде қалады, немесе сіз оның өмірінде қалады деп бек нүкте қылып айтуға болмайды. Себебі бұл сол жерде бір қорытындылар қоюға, айтамаған нәрсеңізді айтуға берілетін уақыт. Шын махаббаттар бір келіспей қалушылықтар болып, түсініспей қалушылықтар болып болмайтын нәрсеге. Бірақ соны қайтып орнына келтіруге бір шанстарға уақыт. Достықта да солай. Шын достықтар қалады, қалғандары қайта бір оралып, бір гештальттар, бір толтырылмаған жерлер толтырылып, қайта түк болмағандай алға жылжитын уақыттар 11 тамыздан бастап келеді. Мықты апталарыңыз болсын, баршаңызға сау болыңыздар.